Қаламыздағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі жаңа оқу жылын тыңғылықты дайындықпен бастады. Биылғы алғашқы қоңырау рухани жаңғыру болашаққа сенім атты форум аясында өтті. Шараға Нұр Отан партиясының мүшелері, қалалық әкімшілікпен, тиісті бөлім өкілдері мен жоғары оқу орындарының басшылығы қатысты. Аталған форум оқушылар арасында елбасының мақаласын насихаттау мен өскелең ұрпаққа патриоттық рухта тәрбие беруді көздейді. Бұған қоса қолға алған шаралар Алаш қозғалысының ғасырлық мерейтойы, ұлт жоспары 100 нақты қадам мен халықаралық экспо көрмесін қамтыды. Жиналғандар назарына зияткерлік вернисаж атты көрме ұсынылды. Мұнда бүлдіршіндер қолынан шыққан роботтар мен құрастырма бұйымдар қойылған. Биылғы оқу жылында білім ошағы 7-ші түлектерін ұшырып, арман асуларына шығарып салмақ. Айта кетерлігі, келер мамырда мектепті 7 сынып тәмамдағалы отыр. Біз халықаралық мектеп статусын алдық. Сондықтан осы статусқа сай қызмет істейтін талаптар алдымызда. Негізгі басымдылық өзіміз жинаған тәжірибені қала мектептеріне тарату. Және зияткерлік көшбасшы ретінде болу. Осы бағыттарда біз жұмыс істейміз. Мне очень помогает то, что мектебіміздің мұндай халықаралық деңгейге көтерілгені мені қатты қуантты. Бұл үлкен жетістік. Себебі енді түлектердің әлемнің ең беделді жоғарғы оқу орындарында білім алуға мүмкіндіктері бар деген сөз. Мұның университетте оқуы мен болашақ еңбек жолында үлкен пайдасы болады деп ойлаймын.